Қасиетті Рамазан айына дәл 28 күн қалды. Ал сіз Рамазан күнделігін алдыңыздар ма? Ендеше мен өзімнің күнделігіме обзор жасап кетейін. Мұнда бізде ескерту бар, мұнда аяқ астына тастауға болмайды бұл кітапшаны. Ары қарай бізде ораза нені бұзады, нені бұзбайды, сол жайлы айтылған. Мұнда ауызды ашатын, сәресіндегі бекітетін дұғалар бар. Мұнда челлендж 30 күн бойы қайталауыңызға болатын. Ары қарай бізде жоспарлар бар. Мұнда намаз уақыттары, сәресінде Құран оқу уақыты барлығы сол жерде белгіленген. Мына жерде қарасаңыздар, сұрақтар бар. Ғұсылдың парызы қанша? Бар бетте 30 бетте, яғни әртүрлі сұрақтар бар. 30 күніңізді біліммен, осындай бір жаңарумен бастасаңыздар болады. Егер күнделік керек болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал құрметті оқырман, менде бұл күнделіктердің электронный варианты бар. Яғни күнделіктер деген онда 4 Рамазан күнделігі, бір шүкіршілік кітаптері, осындай дневниктер бар. Өзіңіз үшін жеке арналған. Одан қалды ораза кітапшасы, мұсылман күнтізбесі және дұғалар. Мына жерде мен көрсетіп жатқан шүкірлік кітаптері, бір штук ішінде шүкірлік кітаптері бар. Мен тағы да саламын ол жерге, егер каналға тіркелсеңіздер. Түрлі осындай дұғалар, мынау басқа да группалардан алған, салып қойған, сақтап қойған Рамазан күнделіктері. Мынау менің жаңа көрсеткен күнделігім сіздерге. Мына жерде 4-ші Рамазан күнделігім. Аламын десеңіздер, дәл бүгін скидка бағамен алып қалыңыздар. Телефон номер профильдегі сілтемеде. Яғни бұл күнделіктерді сіз сатып алып, шығарып, өзіңіз табыс табуыңызға болады.